Біз әлі ChatGPT-ні білмей атқанда, уже одан мықты нәрселер шығып жатыр. ChatGPT дейтін ол жасанды интеллектпен жұмыс істейтін модель. Мен білмейтін адамдар болса, мен кішкене дұрыстап түсіндіріп кетейін. Әрине ол көп уақыт алмайды. Бірақ түсінбейтін біздің қазақ бауырларымызға бір түсіндіріп кеткен дұрыс. Біз осы ChatGPT-ні біліп, біз даму керекпіз. Ол дамуымызға өте үлкен нәрсе береді. Біз оны білмейтін болсақ, біз 100% басқа елдерге жете алмаймыз. ChatGPT дейтін ол жасанды интеллектпен жұмыс істейтін нәрсе. Жасанды интеллект дейтін ол өтірік ми. Бұлай істелінген ми. Ол адамның миынан жүздеген мыңдаған есе тез жұмыс істейді. Ол әрине адамның миынан мықты нәрсе емес. Бұлай ол адамның миын әлі заменить ете алмай отыр. Әрине ондай тез жұмыс істегенімен, ол тек қазіргі бар информациялармен ғана жұмыс істей алады. Ол мынандай бір армандап бірдемелерді аша алмайды. Так что біздің әлі миымызға ол жетпейді, бірақ ол бәрібір күшті нәрсе. Ол промпттар жазуға әдемі, кодтар жазуға әдемі, ол әртүрлі суреттер жасай алады. Бізге фотосъемка керек емес. Ол әртүрлі мықты біздің орнымызға жұмыстар істей алады. Описание жазады, өлең жаза алады, сказка жаза алады. Енді осы ChatGPT-ді мықты жасанды интеллекттер шығып жатыр дегенге қалай қарайсыз? Осы видеода соны айтайын деп едім. Ол жасанды интеллект Қытайда шыққан Qwen AI дейтін. Оны тоже, если что, интернеттен алып қолдансаңыз болады. Көбісі ChatGPT-ге байланып қалған адамдар бұған көп ауыса алмайды. Себебі біз сондаймыз өзіміз. Өзгере алмаймыз. Мен өзім оны ала салған жоқпын. Оны көрдім. Сосын осы ChatGPT-мен кішкене басым ауырып, кейде ChatGPT көмектесе алмай айтқанда, оны бір ашып көрдім. Мынау қалай екен деп. Кеттік түсіндірейін неге ондай екен. Екінші түсіндірейін деген нәрсем, ол қалай біз осы ChatGPT-ні қолданамыз. Бірінші, сразу Qwen-ге ауысай бермей, бірінші ChatGPT-ні қолданып алған дұрыс, себебі ChatGPT жеңіл қолдануға, және де ол сіздермен дружелюбно, кәдімгідей адам сияқты сіздің онымен көп сөйлесеңіз, ол памятьқа жинайды сіздің данныйларыңызды. Оны өшіп тастауға болады, если сіз жинағыларыңыз келмесе. Бірақ айтып қойайын, оны қосып қойғаны әдемі. Себебі ол сіздің данныйларыңызды алса, ол уже біледі. Сіз қандайсыз, кімсіз, қандай нәрселер керек, қандай деятельностьта жұмыс істейсіз, атыңызды біледі, и әдемі сізбен ыңғайлы сөйлеседі. Қалған бір жасанды интеллект шыққан жоқ әлі. Осындай ешбір нейросеть, ChatGPT сияқты сізді запоминать ете алмайды. Осы ғана ChatGPT-ні жоғарда ұстап тұр. Қалған бүкілісінде уже ол қалып баратыр, оның конкуренттері алға шығып баратыр. Неге олар памятьті сақтауды қосып жатқан жоқ? Себебі айтады, олар конфиденциальность дейді, безопасность, біз ChatGPT сияқты наглый емеспіз дейді. Ну, әрине, проблема, былай проблема. Ну, енді қайтесің, сөйтеміз енді. Так, енді ChatGPT-ні қосатын кезде просто OpenAI, ChatGPT 4o деп теріңіз. Себебі 4o ең соңғы модель, ең жақсы модель. Осы 4o-ға кіресіз, Google-да ең бірінші строкадағысын басасыз, сосын регистрация өтесіз, и болды. Регистрация өткеннен кейін бәрі дайын. Енді сізде ChatGPT дайын. Енді әрине дәлелдеу үшін біз бірнеше өтеміз, бірнеше салыстырамыз, бірнеше нәрседен. ChatGPT-ге бірінші сұрағанда ол былай, мына Qwen чатты көріп, одан қалып қойғысы келмейді. Нейросеттер тоже адам сияқты мыслить ете алады. Мына Qwen чаттағы таблица, Qwen AI өзі бір таблицаны беріп, өзінің характеристикаларын, мықты жақтарын көрсетіп. Енді ChatGPT соған ерегесіп тұр, көрдіңіз бе? Ол сравнить етіп өзінше крутой болғысы келіп жатыр. Ол өзінді одан низкий қылғысы келмейді. Өзінді низкий қылып алса, мен уже қолданбайтынымды біледі, бірақ оған қолдандыру керек. Так что ол маған бірінші 8.000 токен. Бір сұрақ жазғанда 8.000 токенмен ограничить етілемін деп. Олар бесконечный
не істей алмайды. Олар тек определенный количествода текст жаза алады. Олар символмен өлшемейді, токенмен өлшейді. Токен дейтін ол 3-4 символдан тұратын сөздер. Примерно сондай ол орташа сөздер. 3-4 символдан тұратын сөздер. 3-4 әріптен. Олар соны токен дейді. Енді ол айтты 8000 токен. Себебі мына Квен чатта, Квен AI. Маған тоже 8000 деді. Енді ChatGPT одан қалып қоймау үшін, маған тоже 8000 деді. Окей. Енді мен ChatGPT-ге айттым. Қазір мен сенен саған сұрақ қойып, кейін ол уже. Ол кезде мен Квен AI-ны араластырып атқан жоқпын. Мен қазір саған сұрақ қойып, сен маған қалай жауап бере аласың дедім. Сұрағыма. Қанша ең ұзын текст, маған сказка керек. Ол айтады, мен 4000 токен 4000 символдан жаза аламын. Көрдіңіз бе, түсіп кетті. Сразу 8000-нан 1000 символға, 1500 символ десек болады. Түсіп кетті резко. Ол уже себебі салыстырып тұрған жоқ өзіңді. Давай енді, айттым. 4000 символдан аз болмайтын. Ертегі жазып бер. Бір бала, бір кісі тұманда адасып қалып, мал бағып жүріп, 5 айдан кейін бірақ қайтып келеді. Нормально, жазып берді. Отлично. Сказка шықты, нормально. Қалай айтсам болады, пойдет шықты. Бірақ андай реальный өмір көп жоқ. Қызық, бірақ реальный өмір көп жоқ. Осы енді жазып берді. Енді мен оның қанша символ бар екенін салыстыру үшін, оны алып мен переводчикке салам. Енді басқа символ өлшейтін программалар бар, бірақ мынау ең простой способ, короче. Міне переводчиктің өзі оны қорыта алмай қалды. 5000 символдан көп дейді. Мен алдым да 5000 символ жарайды келесін бастым. Оказывается 5123 символ ма сондай шықты ғой. Міне экранда көресіз ғой енді. Нормально ғой ол шығарып бергені. Сосын мен алып енді Квен чатқа айттым. Сен қанша символ сен бір жауабында қанша символ жаза аласың? Ол айтты, мен 4000 токенге дейін жазып берем, короче. Давай, 4000 токен болса, жазып бер, давай. Окей, жазып бер. Тоже переводчикке салып көрдім. Бұның енді историясы более адамша, реалистичный. Салып көрсем переводчикке. 5000 символға да жетпей қалды. Кішкене жетпей қалды 5000 символға. Енді мені шошытқан айырмашылық Квен AI 0-ден, ештеңеден әшейін сен жазып бересің описанияны. Аттар шауып баратыр мені мен жазғандай. Бірнеше минуттан кейін мені мынандай результат берді. Представьте себе, ештеңеден видео шығарып берді. Әрине картинкалары ондай мықты болған жоқ. Мені мен ChatGPT мен Квен AI искусственный интеллект роботтары қол күресіп жатыр деп приказ бердім. Міне Квен AI-нікі, міне ChatGPT-ні көріп тұрғаныңыздай более-менее ол детальдарына мән берген. Квен AI простой. Бірақ ChatGPT-ні сіз плас түрін сатып алмасаңыз, арендовалу керек оны. Айна неше? 30 мың кетеді. Нормально, 30 мың кетеді. Ол жерде енді нормально генерация изображений бар. Ал былай простой бесплатный версиясында, ондай жоқ бесплатный версиясында. Бесплатный версиясында тек 3 изображение. Разумно, мынандай қиын нәрсе, оны қандай программамен істеп жатыр айтыңыз шеш. Ал мына Квен AI-да видеоның өзін күніне 20, білмеймін мен. Бір күнде 20 видео генерировать етсем, одан көп істей алған жоқ, әрине уақыт жоқ. Одан да көп істей алатын сияқты. Изображение тоже не ограничены. ChatGPT-де изображение үшеу видео вообще істей алмайды ол. Он даже платный түрлері істей алмайды. Ал осы изображениялар үшеу ғана. 3 изображение істейді. Және де ол әрине запростарды ограничены, он платный версиясын сатып алмасаңыз, платный версиясын алсаңыз, пожалуйста, вопростар безограниченный. Күніне неше бір 30 па запрос бересің, болды. Бірінші 20 вопростан кейін ол 3 оуға лақтырады. 3 оу нашар, 4 оудан. Ол кезде уже қуа бастайды. Жарайды, плас түрінде алып көрсеңіз, мен де бұрында қолданатын едім. Бұл плас түрі, мен бір задача басыма түседі. Мынандай проблема бар, короче. Ол тырсады, до конца тырсады. Ода берілу дейтін жоқ. Никогда.
істемедің ба, до конца ұрай береді ол. Істей аласың, давай, апарып программный кодтарға кіргізіп жібереді. Ол уже басын қатып кетеді. Жарайды, мынандай жолмен істей сал дей салмайды ол. Давай, істей аласың. Мына Квен айтады, мынандай кіріп баратады уже кодтарға, сосын айтасың, что түсініп жатқан жоқпын мынаны. Ол уже сен түсіне бастайды, сен қандай дәрежеде екенді, и уже саған айтады. Бұл сенің қолынан келмейді деп. Если еще мынандай жолдар бар, оны істей алмасаң, ну, пожалуйста, ол істей алмайсың. Ол оңай шаруа емес, он, специалистерге бересің. Тағы бір қызық момент, Квен адамша сөйлеседі. Ол бір проблеманы шешетін кезде кәдімгідей адамша сөйлеседі. Былай істей алмасам, былай дегендей. Саған қарайды, сен қандайсың, істей аласың ба, істей алмайсың ба. Әрине ол бір чатпен ограничетілген. Басқа чаттарға қарап анализ жасамайды сені. ChatGPT басқа чаттарға анализ жасап отыр. Сен қандай простой адам болсан да, сені бір специалист деп қабылдап, сондай қиын жұмыстарды береді. Сразу инструкциясын береді. Чё, куда, как, сен білмейсің. Сен әлі малдың породасын білмейсің, ол уже мынаны уже полный кіріп кетеді. Сені как будто ветеринар сотового уровня емес, сен жарайды, мықты бірақ. Үлкен бір адам деп санайды. Сен уже білетін кәсіпкер деп сөйлеседі кәдімгідей. Специалист болу керексің. А былай простой қылып сөйлесе алмайды. Мына Квен әр сөзін түсіндіреді. Былай дұрыстап түсіндіреді. Қызық осы максимальныйға добить ет деп сөйлескенде ол ограничительдік балды, анау деп айта береді. А былай сөйлескенде просто мысалы бұзауым ауырып қалды, осындай признактар бар, анау қандай ауру және қандай инструкциясын берді. Ұзын қылып шығарып береді. Конкретно ұзын қылып шығарып береді. Ана жерде мен алдында 10 мың символ болды. 10 мың символдан да асып кетті, анау көтере алмай қалды, сыймай қалды. 5 мың, сосын мен стрелканы бастым. Тағы да 5 мың, арай уже ашпады. Страшный көп анау, кәдімгідей ұзын қылып тастады. 10 мыңнан сәл асты енді. 11 мыңға жетпеді ау. Бірақ конкретно символдар 5 мыңға кетті. Осы қызық ол. ChatGPT істе десен, до конца көрсету керек оған. Неге ол олай программировать етілгенін енді білмеймін. Бірақ сондай енді қайтесің. Енді мен түсінбей жатқаным, адамдар компьютердің алдында отырып, осы ChatGPT-ні әлі білмей жатқандар бар. Мен қарап жатырмын, оказывается, Қазақстан 85%, Қазақстан халқының 85% ChatGPT не екенін білмейді. Искусственный интеллект не екенін білетін шығар, бірақ әлі оларды қолданып көрген жоқ ойлаймын. Біз уже мынандай қылып малшы болып, ауылда жүріп, уже бәрін салыстырып не істеп жатқанда, мен уже бәрі білет деп жүрмін ғой өзімше. Қазір балалары білмейді, балалары білет, сабаққа қолданып жүр, бірақ әке-шешесі білмейтін адамдар да бар екен. Балалар сабаққа қолданады, себебі олар бәрі бір-бірінен естіп, кайф қой, сабақтың бәрін орындап берсе. Үйрететін ChatGPT-лер бар, нелер бар, Квен вообще мықты. Ол дейдің кеткен. Біз салыстырып жүрміз, әрине мен басқа да қырған нейросеттерді ақтарып тағам. DeepSeek бар, қандай тағы. Бұлай көп кіріспеген, бұлай қарайым тоже. Кірем. Әрине біз ондай тез өзгеретін адам емеспіз ғой. Бұлай профессиональный. Бұлай қарайым, болса болады, болмаса енді. Болмайды. Атында бұлай есімде сақтай бермеймін, памятім бұлай емес, Керек нәрсе болса, памятьта ұстаймын мұны. Мен қырғын функцияны перечислевать етіп жатырмын ғой, мен вообще оқып не істеп жатқан жоқпын, бәрі миымнан келіп жатыр, прикиньте. Керек болса, мен бәрін жаттаймын. Керек емес па, тыстай салам. Көргеннен кейін барып есіме түседі. Мен мынаны тексердім, бұл есімде, бұл болмайды. Болмайтын бұл. Говоря. Болды. Сосын қырған изображение істейтін нелер бар. Фотопея, Леонардо, сосын
Canva'ны өзі үйреніп алып, изображение видео істеуді. Сіз білмесеңіз, ол фото монтаждайтын жер. Фото, әртүрлі нәрселер, дизайнерлерге әдемі негіз программа, оның ішінде қырғын нәрсесі бар. Әрине ол новичоктарға жақсы. Уже ары қарай ол простой іш, бәрі простой, оп-оңай қолдану. Бірақ уже сосын біраздан кейін уже ол слишком оңай болып кетеді, слишком простой жетпей кетеді. Әрине мен одан мықты программаларды қолданып отырған жоқ, маған керек емес ол. Тек мына видеоны обложкаларын істеуге, анау-мынауға керек. Так что біліңіздер, білейік, дамиық, қалмайық. Міне тағы екі функция, әрине повседневный өмірімізге қызық ол екі функция. Ол біріншісі транскрипция. Простой видеоны салып жібересіз, ол субтитр қылып шығарып береді. ChatGPT ондай істей алмайды. ChatGPT вообще видеоны көре алмайды. Видеоны оған грузить етуге болады. Ол видеоны көре алмайды да, видеоның не сөйлеп жатқанын біле алмайды да. Ол тек мына видеоға аудионы шығарып бере алады, бірақ күніне сол бір 5 минутпен ба ограничить етілген. 5 минут сол видеоны аудиоға айналдырып береді, болды. Оған тоже пласт алу керек, манағы төлеу керек. А мына Квен ол аудио шығарып береді видеодан. Мана видеодан ба, аудиодан ба, любойсынан транскрипциясын шығарып береді, текст қылып, не сөйлеп жатыр адамдар. Персонаждарды ажырата алмайды өкінішке орай. Екі адам сөйлейді ғой енді. 2-3 адам. Оның бәрін дауыс па, бір дауыс болды ол. Әртүрлі дауыстарға бөле алмайды, короче. ChatGPT да оны істей алмайды. Сосын манағы видеоның визуализациясын көре алады. ChatGPT ондайды көтере алмайды. Мынау визуализациясын көреді кәдімгідей. Көріп тұрады. Қалай видеода не болып жатыр, описать етіп бере алады. Мынандай болды. Неше ол 1 секунд сайын ба сол фотосын көреді. Түсінбедім мен қалай көретін. Көреді, түсіндіріп береді видеода не болған бәрін. Екіншісі ол голосовой чат. Кәдімгідей сөйлесесің. Ассалаумалейкум дейсің. Уалейкумассалам. Қалайсың? Анау-мынау. Әрине, Квен, ChatGPT олар қазақша нашар. Орысша сөйлесеңіз дұрыс, бірақ ChatGPT қазақшаны біледі. Квен чат қазақшада сөйлесе алмайды былай. Ол тек текстпен сөйлесе алады қазақша. ChatGPT да сол. Осы ChatGPT-де аптасына 5 минут па, айына 5 минут па сондай. Иә, 5 минут сөйлесесің, болды. Ол арғай уже ограниченный доступ. Ал осы Квен чат, ол күнне емес, әр сөйлескен сайын 3 минут сөйлесіп тұра аласың. Және де ол видеомен сөйлесуге болады. Міне, қазір видеоны сөйлесіп тұрғандай, олмен де сөйлесесің. Әрине, оны көрмей тұрасың, сен өзіңді көріп тұрасың ол видеода. Бірақ ол сені көріп сөйлесе алады, сен эмоцияларыңды көреді. Әрине, Квен тоже плюсы мықтылау. Ол кәдімгідей эмоциялармен сөйлеседі. Күліп, не істеп, әртүрлі дауыстар бар. Мынау бесплатныйсында дауыстар аз. Және де бір сөйлескенде 3 минутқа дейін сөйлесе аласың, болды. Видеомен сөйлесуге болады, и дауыспен. ChatGPT-де тек дауыс. Ол видеосы шығып еді, бірақ ол тек платный версияларында. Мен платныйсын алдым, бірақ платныйсынан да таппадым. Может, проны алды деп жатыр. Прода вообще айына 100 000 төлеу керек. Оны да білмеймін, ол рискованный ғой, ол ода жоқ шығар. Пласта бар деді, бірақ пласта болмағаннан кейін енді прода бар деп сене алмаймын мен. Мынада енді кәдімгідей сөйлесесің 3 минут, бірақ 3 минут мен ойымша қате. 3 минут сөйлескені. Себебі 3 минут сөйлескенде ол жетпейді 3 минут. Мысалы, важный темада сөйлесе бастайсың, өзің таныстырасың, не істейсің уже. Танысып болам дегенше, уже не болып кетеді. Уақыт бітіп қалады дегендей. Келесі чатты уже нөлден бастайсың. Ол уже сені білмейді. И, короче, нөлден бастаймыз уже қайттан. Так что 3 минут қате сияқты. Видео вызовпен сөйлескенде анан көрсетіп, мынан сұрап не істеп алуға болады енді 3 минутта. Ал бұлай сөйлескенде өзін бір сұрақтар қойып не істегенде, ол уже ыңғайсыз болады. Соңғы сұрақ. Білмей атқандар көріп отырғандар да бар, білетіндер де көріп атқан шығар. Осы ChatGPT-лерді бәрі мақтағанда, бұлай реклама жасағанда,
бүйтеді и обязательно арасында умеет писать код. Соны түсінбеймін, не ол умеет писать код? Код зачем маған кодтар? Кодтарды пишеттау оңай емес па? Бұлай андай кодировкалар болады. Миллион, 10 мың, 20 мың символдан тұратын. Соларды олар спокойно жазады екен. Бәр соны реклама жасағанда обязательно соны айтады. Мен түсінбеймін соны. Жазып жіберіңізші, не ол, неге ол? Мен каналыма тіркеліңіз міндетті түрде. Мен негізі мал туралы айтамын, бірақ бұл жолы біз қазақпыз қой деп үйретіп кетейін деп едім. Жақсылық істеп кетейін деп едім. Әрине тегін беріп жатырмын бұл білімдердің бәрін. Так что тіркеліп кетіңіз каналыма. Лайк басыңыз, және де өздерінің ойларыңызды сіз білесіз па, білмейсіз па, жазыңыз. Білейік, 85% біле ма, білмей ма. Рахмет көргендеріңіз үшін. Пайдалы болған болса лайк басыңыз.